Жемқорлық дегеніміз ол қызмет өкілеттігін теріс пайдаланып, мемлекеттік басқару құрылымындағы лауазымда қызметкерлердің өздеріне тапсырылған мүмкіндіктерін жеке бастарының пайдасы үшін жасалға қоғамға теріс іс әрекеттері. Ал енді осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет құруда не істеуіміз керек? Бұл салада әрине біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық бақылау институттарын енгізуіміз керек. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін қалыптастыруымыз керек. Мемлекет тіршілігіне азаматтық бақылау жүйесін құру, сондай-ақ азаматтардың көпшілік ақпаратқа еркін рұқсат ететін қоғамдық бақылау туралы, көпшілік ақпаратқа рұқсат туралы заңға қосымша заң енгізсе, әрине бұл осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің күшеюіне үлкен жол ашар еді. Ал енді жалпы алғанымызда біз сыбайлас жемқорлықпен әрқайсымыз міндетті түрде күресуіміз керек. Әрқайсымыз өзімізден бастауымыз керек. Міне өзіміз бұзылмасақ, өзіміз теріс пиғылдан аулақ болсақ, басқа да аяғын тартып ойланатын жағдайға душар болады.